Саламатсыздар ма, оқушылар? Мен Қызылтөбе лицей информатика пән мұғалімі Елжанова Гүлназ Жексенбайқызы. Сабақтың тақырыбы алгоритмді программалау, оқу мақсаты программа өңдеудің кіріктірілген ортасында есептердің моделін құру. Жалпы есептерді программалау барысында олардың алгоритмдік блок сызбасын жасап алу өте маңызды. Себебі программалауды енді жасап жатқандар үшін берген есептің маңызды тұстарын жоспарламай тұрып, бірден программаға салу арқылы есепті толық шешу мүмкін емес. Сол үшін орындалатын әрбір есептің шартын мұқият оқып, есептегі туындайтын әртүрлі шарттарға арналған тесттер жинағын дайындап, алгоритмдік қадамдарды жоспарлап алғаннан кейін ғана есептің программасын жазу кіріскен дұрыс. Әне біздер білеміз, алгоритмнің құрылымына қарай үш түрге бөлінеді. Сызықтық алгоритм, тармақталған алгоритм, циклдік алгоритм. Бір тағы да шолып өтейік. Осы сызықтық алгоритмді қадам-қадаммен орындалады. Көріп отырғанымыздай, мына бізде блок схемасы. Яғни программаның басы, мәндерді енгіземіз, одан кейін орындау, одан кейін экранға шығару, программаның соңы аяқталды деген сөз. Тармақталу алгоритм қандайды бір шартқа бағынады. Егер шартымыз ақиқат болған жағдайда бірінші оператор орындалады, әйтпесе онда екінші шартымыз орындалады. Ал циклдік алгоритмде бұл бірнеше рет қайталана отырып, яғни біздің шартымыз ақиқат болған жағдайда бірден циклдің несінен шығады. А егерде шарт ақиқат болмаған жағдайда, онда бұл цикл денесі бірнеше рет қайталануы мүмкін. Келесі бізде 152-ші беттегі оқулықтағы есепті қарап көрейік. Дүкенге бару жобасы. Бүгін Айдостың туған күні. Оған достары қонаққа келеді. Айдостың қонақтарды лайықты күтіп алу үшін үйінің жанында орналасқан екі дүкенге бару керек. Айдостың үйінен бір дүкенге қашықтық D метр, екінші дүкенге D2 метр, ал екі дүкен арасында қашықтық D3 метр. Айдос екі дүкенге де барып, үйге қайтып келу үшін жүруі тиіс. Ең қысқа жолды табуға көмектесіңдер дейді. Бізде мынадай тест берілген: 20, 40, 30. Яғни D1-ге 20, D2-ге 40, D3-ге 30 деген мәнді енгізген жағдайда ең қысқа біздің жолымыз 90 метр болады екен. Ал егерде екінші тестті енгізгенде D1-іміз 1, D2-іміз 1, D3-іміз 5 деген мән енгізген жағдайда бізде мынадай мән шығып отыр. Яғни бәрімізде бұл қалай жоба іске асады деп отырсыздар ғой. Енді дүкенге бару жобасы мынадай бізде блок схемасын бастапқы көрсеткенде сызбасын жасап, немесе алгоритмдік тілді жазуға болады. Енді бұл бізде геометрияда белгілі формуланың, үш бұрыш формуланың қабырғаларының ең қысқа қабырғалардың қосындысын табу арқылы мынадай формулалар арқылы есептеуге болады. Ал бізде енді D1, D2, D3-ті енгіземіз. Көріп отырғаныңыздай, бізде мына D1, D2-ні енгізу үшін Python бағдарламасында бірден бір жолдың бойында енгізуге болады. Немесе біртіндеп жекелеп D1, D2, D3 деп жекелеп алып енгізуге болады. Барлығында бір мәтін арқылы, инпут арқылы, барлығында бүтін сан. Егер мына жерде бізде енді D1-іміз Айдостың бірінші дүкенге бару бізде D1 болса, D2 екінші дүкеннің арақашықтық метрі, келесі D3. Енді бізде бірінші 20 дейді. Мынаған 20 деп енгіземіз. Келесіне 40. Мынау бізде 30. Енді бұл қалай жүрі бізде іске асады. Енді мына шарттың бізде қазір ақиқат па?
d1 d2-нің қосындысы бізде не болады? 20 мен 40-тың қосындысы 60. d3 мына жерде үлкен ба? Жоқ, бұл орындалмайды. Келесі мына біздің астында, онда формуласы мүлдем орындалмайды. Келесі d2 мен d3-тің қосындысы. d2 мен d3-тің қосындысы 70. d1 үлкен ба одан? Жоқ. Әйтпесе келесі мынау да орындалмайды бізде. Келесі d1 d3-тің қосындысы бізде не болды? 50 болады, иә? Бұл да орындалмайды. Яғни соңына келгенде әйтпесе d1 d2 d3-тің қосындысы. Мыналардың барлық қосындысы 20, 40, 30, қосындысы 90 болды бізде. Міне. Енді екінші d1-дің мәнін, мыналарды сызып d1-дің мәні 1 деп алсақ, d2-нің мәнін тағы да 1 деп аламыз, мына жерде 5 деп аламыз. Бұл жерде енді d1 мен d2-нің қосындысы, мына бізде мына шарт орындалып тұр. Мына шарт орындалып тұр, себебі d1 d2-нің қосындысынан, яғни 2 ғона 2 қосындысынан d3 үлкене, себебі 5 деген мән шығып тұр мына жерде. Онда мына формула есепке алынады. Яғни 2-ні 1-ге көбейтеді, d1-ге 2-нің мәнінде 1 болады. 2-ні көбейтіп, қосындысы 4 болады. 2 қайдан шығып отыр дейсіздер ғой? 1 метр бірінші дүкенге барса, және қайту жолы да тағы 1 метр, яғни 2 метр. Мына жерге де барып, ол үйге қайтып келеді. 4 шығады. Бізге мынау бізге тиімді емес. Ол былай жүріп, және былай жүріп, одан кейін былай жүру, ол бірнеше уақыт алады. 1 метр, одан да 5 метр жүреді, мына жақта 7 метр болып кетеді. Бізге ол тиімсіз. Бізге ең қысқа жол жаңағы былай барып, бірінші дүкеннен қайтып келіп, сосын екінші дүкенге барып қайтып келу 4 метр жүрген тиімді болып тұр. Мынау біздің программасы. Мынау біздегі алгоритм жазылу, тілінде жазылу, қарапайым тілде жазылуы. Келесі квадрат теңдеу жобасы. Квадрат теңдеу жобасы ax квадрат bx қосылғанысы тең болады 0 түріндегі теңдеуді квадрат теңдеу деп атайды. Бұл теңдеуді шығару жолдарын алгебра курсынан таныссыңдар. Квадрат теңдеудің барлық шешімдерін табатын квадрат теңдеу жобасын жасап көріңдер дейді. Бұл жерде ойланып, барынша алгоритмдік тілде және де блок схемасын жасап, программасын құрастырып көрейік. Жақсы оқушылар, сіздердің квадрат теңдеу жобасы барлығыда өз деңгейінде әркім әрқалай құрастыру мүмкін. Енді ұлы жобасы осылай болды деген сенімдемін. Біздің алдыңызда көріп отырғандай, мына бізде блок схемасы, блок сызбасы, келесі алгоритм жазылу тілі, одан кейін программаға жазып біз тестілеп қарап көрсек болады. Бізде міндетті түрде программаның басы, одан кейін A, B, S 3 мәнді енгіземіз. Мына жерде көріп отырғаныңыздай 3 мәнді енгіземіз. Себебі бізде формула білеміз, дискриминант табу формуласы. Егер D, осы енгізілген сандардың мәні 0-ге тең болса, онда мына формула орындалады. Дискриминанттың өзінің шыққан және x-тің мәні экранға шығарамыз. Ол бізде мынау дегенің сөз, мынау бізде орындалып отқан. Мына бізде формула. Келесі, әйтпесе 0-ден кіші болған жағдайда, онда теңдеудің шешімі жоқ деген мән экранға шығару керек. Ол бізде мынау. Әйтпесе басқа жағдайда x1 мен x2-нің мәнін
орындап экранға шығарамыз. Яғни мына жерде бізде дискриминантты тапсақ, мәнін тапсақ, мына жерде экранға, принт арқылы экранға шығарамыз. Дәл солай дискриминанттың бокс астында да солай көрсетілген, яғни шарт, яғни ақиқат болған жерде де, бізде ақиқат, иә болса, онда мына орын алады, жоқ болса, онда бізде мына мәнге көшеді, мына шартқа көшеді деген. Ал егерде мынау бізде шартымыз иә болған жағдайда шешімі жоқ деген шығады, ал жоқ басқа жағдайда әйтпесе міндетті түрде мынау біздегі x1, x2-ның мәндерін есептейді. Яғни бүгінгі сабақ түсінікті деп ойлаймын. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.